Баршаңызға сәлем, сіздермен Үрбіш. Бүгін тапада пісетін пицца дайындайтын боламыз. Бұл әсіресе қонақтар келгенде тез дайындап жіберетін және қамырын илеп отырмайсыз. Бар жоғы 5-7 минут аралығында ғана пісіп шығады. Сіздер видеоны бастамай жатып, каналға тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Алдымен салмасын барлығын турап дайындап алыңыздар. Бұл жерде менде колбаса, сыр және қызанақ. Енді қамыры үшін 3 жұмыртқа, шым тұз, 8 ас қасық майонез, немесе жартысын майонез, жартысын қаймақ етулеріңізге болады. 9 ас қасық ұн және аздап сода. Бұл кішкене қамырды көтеру үшін. Енді венчиктің көмегімен немесе миксермен араластыруыңызға болады. Маған миксер өте ыңғайлы және тез жаңағыдай қамырды араластырып береді. Қамыр осындай қою болып шығады, оладьидің қамыры сияқты. Міне біздің қамырымыз дайын. Енді табамызды қыздырып, түбін кішкене майлап аламыз. Менің табамның диаметрі 24, сондықтан мен қамырдың жартысын саламын. Барлығын салсам, жаңағыдай ортасы шеке болып піспей қалуы мүмкін. Оның үстіне бұл қамыр 24 сантиметрлік қамырға үлкен болып келеді. Сондықтан 2 бөліп пісіріп аламын. Егер де сіздердікі 28-дегі сондай үлкен болса, барлық қамырды бірден құюларыңызға болады. Енді ақырында осылай жан-жағына қамырды жайып шығамыз. Сосын кетчуп жағамыз. Кетчуп болмаса жұмыртқа немесе майонездің өзін қолдансаңыздар да болады. Енді кетчуп жасаңыздар, кішкене беті қызарып, әдемі түс беріп тұрады. Салмаларын кезекпе-кезек салып шығамыз. Бұл жерде менде шұжық, қызанақ, сырды да бірден салып, орташа немесе орташадан сәл төмен отта 5-10 минутта пісіріп аламыз. Міндетті түрде қақпағын жабыңыздар. Менде 7 минут шамасында тұрды. Осымен пиццамыз дайын. Қамыр кішкене сынғыш болып келеді, сондықтан осылай табаны қисайтып, ыдысыңызға түсіріңіз. Піскенін кішкене қамырдың шетін көтерсеңіз, асты жағы толықтай қызарып тұру қажет. Сол кезде пісті деген сөз. Артынша қалған қамырын салып, табаны жан-жағына жайып, салмаларын сала бересіз. Жалпы қандай салма қолданам десеңіз де, өз еркіңіз. Мен бұнысында тұздалған қияр қостым. Жаңағыдай піскен тартылған ет, кез келген ет болсын, жаңағыдай тек қана қызанақ пен сыр қолдансаңыз да болады, маргарита сияқты. Ол енді өз еркіңізде. Және айта кететін жайт, менің табам антиприкарный таба, сондықтан түбіне қатты жабыса бермейді. Егер де сіздерде түбіне жабысқыш болса, онда қамырды илеп жатқанда, яғни араластырып жатқанда кішкене сұйық май құйып жібересіздер, және табаның түбінде жақсылап майлайсыздар. Міне достар, осымен пиццамыз дайын. Сіздер де дайындап көріңіздер. Міндетті түрде ұнайды, себебі мен жолдасыма өте қатты ұнады. Енді мен бұны күнара жасайтын шығармын. Егер де сізге видео рецепт ұнаған болса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыз, және достарыңызбен де бөлісе жүріңіз. Сіздермен бірге болған Үрбіш Әмірқызы, келесі видеода кездескенше.